Ардақты ағайын, келесі мәселеге көшпес бұрын мына бір бейне жазбаға назар салсаңыздар. Бізде информация бар, сіздерден үлкен жолдарда тұр, ал бұлар басқа жолдармен айналып кетіп жатыр. Жаңақорған ауданында Қанды ауылы арқылы, Шиелі, Тайқоңырақта жолы арқылы осы сұйытылған газдар басқа облыста шығып жатыр. Түркістан облысына, Таразға, Шымкент қаласына. Осыған байланысты бақылауды күшейту керек, қатаң бақылау орнату керек, шұғыл түрде тиісті шараларды қабылдау керек. Сыртқа шықпау керек өзімізге жетпей жатқанда. Бірде-бір облысқа, мына аяғымыз Ақтөбе, мына аяғымыз Түркістан. Еш жаққа шықпау керек. Барлық жаңа айналып кететін жолдардың барлығына қатаң бақылау орнатыңыздар. Ояқтың бәріне бекеттерді қойыңыздар. Кімде-кім ұсталады, бізге бересіздер, біз оны мүлдем алып тастаймыз, бөлінетін жаңа лимитті. Бермейміз оны. Мына біздің азайтуымыздың себебі сол тұғын негізі. Бұлардың басына тию керек, сол кезде барып сезінеді. Бізде кейде өкінішке орай кейбір қазақтар айтсаң түсінбейді ол. Ақыл айтсаң түсінбейді. Түсіндіріп айтсаң түсінбейді. Міндетті түрде бастарына тиеді, сол кезде барып түсінеді. Кейбіреулер, бәрі емес. Сол себептен осындай шараға барып отырмыз.